Бәріңізге сәлем достар, бүгін самса дайындаймыз. Самсаға арналған қатпарлы қамырдың жасалу жолы алдыңғы постта көрсетілген. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Самсаның салмасын дайындау үшін картопты және жуаны ұсақтап тураймыз. Картопты қосу міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Оның барлығын фарштың үстіне саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Дөңгелектеп жайылған қатпарлы қамырдың үстіне 1-2 қасық салманы салып, самсаны 3 бұрышты формаға келтіреміз. Самсаның бүгілген жағын астына қаратып, пештің табасына саламыз және үстіне жұмыртқа жағамыз. Барлығын қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіреміз. Қатпарлы самса дайын, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кәмшат.